Воршыны орлау үстінен түсірем деп ойлаған директор, әдейі әмияның қалдырып, камераға жазуды қосты. Бірақ көрген сәтінде тілі байланып қалды. Менің кеңсем Алматының дәл жүрегінде, ең биік бизнес орталықтарының бірінің 42-ші қабатында орналасқан. Бұл шынымен бетоннан соғылған алып ғимараттың ең жоғарғы қабаттарының бірі. Таңертең лифтімен көтерілгенде, төменде ұсақ құмырсқадай болып кетіп бара жатқан адамдар мен көліктерге қарап тұрып, өзімді осы қаланың қожайынындай сезінетінім рас. Бұл менің әлемім, менің нөлден бастап құрған империям. Жұрт мені беделді IT компанияның негізін қалаушы әрі директор ретінде таниды. Арман Серікұлы деп құрметпен атайды. Бірақ мен үшін бұл жай ғана лауазым. Ең бастысы, мен бәріне өз еңбегіммен, маңдай теріммен жеттім. Сондықтан да болар, мен үшін әрбір кейіннің, әрбір минуттың қадірі бөлек. Кеңсемдегі әрбір зат өз орнында, қатаң тәртіппен тұруы керек. Шашылып жатқан қағаз, уақытында орындалмаған тапсырма менің жыныма тиеді. Мүмкін сырт көзге тым ұқыпты, тіпті сараңдау көрінетін шығармын. Бірақ мен тек ақшаның ғана емес, уақыттың да қадірін білемін. Кереземнен Алатаудың аппақ шыңдар мен түнде сансыз шамдармен жанатын қала алақандағыдай көрініп тұрады. Не деген сұлулық. Бірақ шынымды айтсам, мен бұл көрініске соңғы рет қашан тамсана қарағанымды білмеймін. Менің бар назарым, бар ойым, ноутбуктың экранындағы сандар мен графиктерде. Жаңа жобалар, келісімшарттар, қаржылық есептер. Міне, менің шындығым осы. Негізгі мақсатым компанияны халықаралық деңгейге алып шығу. Біздің туымыз Нью-Йорк, Лондон, Сингапур биржаларында желбіреген күнді көру менің ең үлкен арманым. Осы арман жолында мен барлығын құрбан етуге дайынмын. Сол себепті менің жеке өмірім жоқ десе де болады. Достарым бар әрине. Анда-санда хабарласып, қалың қалай бауырым деп жардай сұрасқанымыз болмаса, бас қосып шүйіргелесуге уақытта, құлықта жоқ. Менің өмірім осы кеңсенің 4 қабырғасы мен қала сыртындағы үйіннің арасындағы қарапайым маршрут. Таңғы 7-ден түнгі 10-ға дейін жұмыс, сосын шаршап үйге қайту, таңертең бәрі қайтадан басталады. Бұл қалыптасқан жүйе, мен үшін ең дұрысы да осы. Мен бұл тәртіпті, бұл болжамды өмірді жақсы көрем. Себебі мұнда бәрі менің бақылауымда. Ешқандай тосын сый, ешқандай күтпеген жағдай жоқ. Дәлірек айтсам, жақында болған анау бір оқиғаға дейін солай деп ойлайтынмын. Менің кеңсеме кешке кіруге 2 адамның рұқсаты бар. Бірі өзім, екіншісі көрінбейтін адам. Мен оны осылай атайтынмын. Шын есімі Гүлжамал. Кешкі сағат 8-ден кейін қызметкерлердің соңғысы үйіне кеткен соң, менің қабатымда оның ескі арбасының дөңгелегінің сықыры естіле бастайды. Ол тазалықшы. 60 алқымдаған, жүзіне әжім торы ұялаған, үнемі бір мұңлы ойдың жетегінде жүретіндей көрінетін әйел. Үстінде әбден тозығы жеткен, бірақ тап-таза киімдері, аяғында еденде із қалдырмайтын жұмсақ шәркесі. Ол ешқашан артық сөйлемейді, тіпті көзіңе тік қарауға да қысылатын сияқты. Келгенде есікті ақырын ашып, сәлеметсіз бе балам дейді жай ғана. Менің сәлеметсіз бе дегеніме жауап ретінде. Сосын менің кабинетімді айналып өтіп, басқа бөлмелерді жинаудан бастайды. Менің жұмысыма кедергі жасағысы келмейтіні анық. Оның бар болғанын иісінен білемін. Еден жуатын сұйықтықтың арзан, бірақ өткір иісі мұрныңды жарады. Мен үшін Гүлжамал тәте жұмыс күнінің аяқталғанын білдіретін тірі сағат сияқты. Кеңседегі өміріме қатысы бар тағы 2 адам бар. Бірі Данияр, менің ең жақын досым әрі серіктесім. Компанияны құрғанда басымызды тасқа да, тауға да соққанбыз. Екеуміздің мінезіміз 2 түрлі. Мен әрбір тиынды санап, әрбір минутты жоспарлап отыратын прагматик болсам, Данияр өмір бір-ақ рет беріледі, сүріп қалу керек дейтін жан. Ол жиі кеңсеге кіріп иығымнан қағып, Арман, сен осы жұмысыңа үйленетін шығарсың бір күні. Түрме қарашы, мониторға кіріп кетейін деп отырсың. Тұр, кеттік, тауға шығып, таза ауа жұтып қайтайық деп қоймайды. Мен әдетте күліп қана құтыламын. Оның бұл сөздерінің жаны бар екенін білсем де, тоқтай алмаймын. Екіншісі Айдос. Бізге 3 ай бұрын тағылымгер стажер болып келген жас жігіт. 20-дан енді асқан, бірақ өзін 40-қа келген кәсіптерді ұстайды. Үстіндегі костюм менен де қымбат секілді. Қолынан соңғы үлгідегі iPhone түспейді. Үнемі бірдеңені шұқылап отырады. Ол директордың, яғни менің көзіме түсуге тырысып бағатын адамдардың нағыз үлгісі. Дәлізде кездесіп қалсақ, 3 метр жерден иіліп сәлем беріп, Арман Қайратұлы, бүгінгі образыңыз керемет деп, қошемет көрсетуден жалықпайды. Кейде менің қабылдау бөлмемде отырып алып, хатшы қызға өзінің болашақ стартап жобалар туралы тоқтаусыз сөйлеп, миын аштады. Мен оған мән бермеуге тырысамын.
Жас Алберт бәрі де осындай болған шығар деп ойлаймын ішінен. Бірақ оның тынымсыз жылтырағы менің тыныш әлеміме сәл де болса көлеңке түсіріп тұратындай. Осылайша, менің әлемім осы үш адамның айналасында құрылған. Бірі мені өмірге қайтарғысы келетін дос. Екіншісі менің көлеңкемде өскісі келетін жас қыран. Үшіншісі менің артындағы ізді өшіріп, өзде көрінбей кететін елес адам. Сол күндердің бірінде жұмыста кешкісін ұзақ отырып қалдым. Жаңа жобаның соңғы нүктесін қойып, шаршағаныммен көңілім тоқ еді. Сыртта Алматының кешкі тіршілігі басталып, көліктердің бітпейтін ағыны мен шамдардың жарығы көз тартады. Бірақ мен терезеге қарағанды ұнатпаймын. Мен үшін монитордағы сандар мен графиктер әлдеқайда қызық. Бәрін жинастырып, үйге қайтуға қамдандым. Әдеттегідей, сөмкемді ноутбугымда алып, есікке беттегенде бірдеңе есіме түсіп кетті. Көліктің майын ауыстыру керек еді. Ертең уақыт бола ма, болмай ма, белгісіз. Қалтамдағы қолма-қол ақшаны тексермек болып, үстелдің жоғарғы тартпасын аштым. Мен онда әрдайым шұғыл жағдайларға арнап, біраз ақша ұстайтынмын. Көп емес, шамамен 50-60 мың теңгедей. Алайда тартпаны ашқанда, ішіндегі ақшаның әдеттегіден аз екенін бірден байқадым. Басында мән бермедім. Бәлкім түскі асқа немесе басқа бірдеңеге жұмсаған шығармын деп ойладым. Бірақ мен әрбір тиынымды есептеп жүретін адаммын. Қайда, қашан, қанша жұмсағаным жадында сайрап тұрады. Ақшаны алып қолымда қайта-қайта санадым. 20 мың теңге жетіспейді, дәл 20 мың. Жоқ, мен оны ешқайда жұмсаған жоқпын. Оған толық сенімдімін. Өткен аптада ғана банкоматтан 60 мың салып қойғанмын. Содан бері тартпаға қол тигізбедім. Жүрегім су ете қалды. Сомасы үлкен емес, тіпті байқалмайтын ақша. Бірақ бұл менің кеңсемде, менің үстелімнің тартпасында болған оқиға. Бұл менің қамалыма біреудің басып кіргенімен тең еді. Ойым сансаққа жүгірді. Күндіз кеңседе менен басқа Данияр, Айдос және тағы 2-3 қызметкер болады. Бірақ олар менің үстеліме жақындауға жүрексінеді, оны білемін. Ал кешкісін мен кеткеннен кейін ше? Мен кеткен соң кеңсеге кіретін бір адам бар, Гүлжамал апай. Осы ой басыма келгенде өзінен өзім ұялып кеттім. Жоқ, мүмкін емес. Ол кісі ондай адамға ұқсамайды ғой. Тып-тыныш, өз ісімен ғана жүретін, күлімдеп амандасқаннан басқа артық сөз жоқ бейкүнә әйелдің бейнесі көз алдыма келді. Оның ондайға баратынына сенгім келмеді. Мүмкін ақшаны өзім басқа жерге қойған шығармын. Барлық қалтамды ақтардым. Сөмкемнің ішін түгел тексеріп шықтым. Жоқ, еш жерде жоқ. Офистің есігін құлттап далаға шыққанда, кеудемді бір ауыр ой басып тұрды. Бұл ақшаға деген аяныш емес еді. Бұл сенімге селкеу түскеннің белгісі. Мен құрған, әрбір бұрышын өз көзімен бақылап отырған жүйеге біреудің рұқсатсыз қол сұққаны жаныма қатты батты. Терең тыныс алып, көлігіме отырдым. Мүмкін мен қателескен шығармын, бәлкім ақша табылар, ертең көрермін деп өзімді жұбатқан болдым. Бірақ ішкі бір түйсік маза бермеді. Ойымнан сол кісіден басқа кім алуы мүмкін деген сұмдық сұрақ кетпей қойды. Ертесіне кеңсеге келгенімде ішімдегі мазасыздық сейілмеген еді. Күн сәулесі панорамалық терезеден түсіп, қымбат жиһаз бен жылтыраған еденге шағылысып, бөлмені алтынға бөліп тұр. Әдетте мұндай таңғы көрініс маған күш беріп, жаңа күнге серпін беретін, бірақ бүгін емес. Кешегі оқиға түнде дұрыс ұйықтатпады. Сома үлкен емес, бір-екі рет қымбат мейрамханаға барып келетіндей ғана ақша. Бірақ мәселе ақшада емес. Мәселе менің жеке кеңістігімде, менің қамалымда біреудің рұқсатсыз шаруашылық жүргізгеніндеді. Бұл менің ішімді өртеп барады. Мен бәрін өз еңбегіммен құрдым, әрбір бұрандасын өз өрін таңдадым. Ал енді біреу менің үстелімнің тартпасына қолын салып жатыр. Компьютерді қосып, поштаны тексерген болдым, бірақ ойым 10 саққа бөлініп, ешбір хаттың мағынасын түсіне алмадым. Неге екені белгісіз, Гүлжамал апайдың бейнесі көз алдынан кетпей қойды. Оның үнсіздігі, байқалмауға тырысатын жүрісі, байсалды көзқарасы. Жоқ, ол емес шығар, мүмкін емес. Бұл тым оңай, тым қарабайыр шешім болар еді, бірақ логика басқа ешкімді нұсқамай тұр. Ойым сансаққа кетіп, қолымдағы қымбат Паркер қаламсабын еріксіз айналдырып отыр едім. Бір сәтте саусақтарымнан сырғып кетіп, үстелдің астына қарай тырс ете түсті. Әттеген ай деп күбірлеп, орындығымнан тұрып еңкейдім. Костюмімнің балағын былғап алмас үшін асықпай еңбектеп, үстелдің астына үңілдім. Қаламсап алысқа ұзамапты, орындықтың аяғының жанында жатыр екен. Оны алайын деп қолымды созғанымда, көзім басқа нәрсеге түсті. Кілемнің түгіне жабысып, шаң тозаңның арасында көмескіленіп, кішкентай, күрем түсті бірдеңе жатыр. Жақынырақ еңкейіп қарадым. Бұл түйме екен, бірақ менің қымбат көйлектерінің жылтыр, садап түймелеріне мүлдем ұқсамайды.
Бұл ескі, пластмассадан жасалған, жиектері мүжіліп, бетіндегі өрнегі тозған, қайта-қайта жуылғаннан түсі оңып кеткен бір бейшара түйме. Дәл осындай түймені қайдан көргенімді есіме түсіре алмай, бір сәт ойланып қалдым. Оны саусақтарымның ұшымен іліп алдым. Сол сәтте миымды найзағай жарғандай болды. Кеше кешке Гүлжамал апай кеңседен шығып бара жатқанда, үстінде осындай тозған, түсі кеткен күрең жемпір болған. Жемпірінің етегі сәл сөгіліп, жеңінің ұшы тозып тұрғанын да байқаған едім. Дәл осы түйме. Оның жемпірінің түймесі болуы әбден мүмкін. Ол менің үстелімді сүртіп, еденді жуып жүргенде, еңкейген кезде түсіп қалған. Түймені алақаныма салып қысып ұстадым. Ішімдегі күдік құрты қайтадан оянып, бұрынғыдан да қаттырақ мазамдала бастады. Мүмкін жай сәйкестік шығар, деді ішімдегі бір үн. Алматыда мұндай ескі жемпір киетін адамдар аз ба? Бұл ештеңені білдірмейді. Бірақ екінші, аяусыз үн оны бірден бас салды. Сәйкестік пе? Дәл сенім үстелінің астында ма? Ақша жоғалғаннан кейінгі күні ме? Өзіңді алдама, Арман. Орнымнан баяу тұрдым. Алақанымдағы сол бір кішкентай, арзанқол пластмасса кесегі кенеттен үлкен, салмақты айғаққа айналғандай болды. Бұл енді жай ғана болжам емес, бұл дәлел. Менің территориямда қалдырылған із. Ашу мен түңілу сезімі бір-бірмен арпалысып, жанымды жегідей жеп барады. Егде әйелге деген аяушылық сезімім бір сәтте ғайып болып, орнын суық бір сенімсіздік басты. Мен онымен сөйлесуім керек, бірақ қалай? Түйменізді жоғалтпадыңыз ба деп сұрайым ба? Бұл тым ақымақтық болар еді. Жоқ, маған бұдан да салмақты, бұл тартпас дәлел керек. Сол күні кешкісін жұмысым мүлде жүрмеді. Есептердің бәрі шатасып, басым қазандай болып, ойым сансаққа кетті. Үстел үстінде шашылып жатқан құжаттарға қарап отырып, тамағым кеуіп, шөлдегенімді сездім. Орнымнан тұрып, ас үйге барып су ішіп қайтуға бет алдым. Кеңсе іші тып-тыныш. Барлық қызметкерлер үйлеріне тарап кеткен. Тек ұзын дәліздің арғы басындағы терезеден түскен қаланың шамдары ғана еденге сарғыш сәулесін төгіп тұр. Дәлізге шыға бергенімде, егде әйелдің сыбырлаған дауысы естілді. Бұл Гүлжамал тәте екен. Ол тазалық бөлмесінің қасындағы бұрышта маған арқасын беріп, телефонмен сөйлесіп тұр екен. Әдетте біреудің әңгімесін тыңдау әдетінде жоқ еді. Бірақ сол сәтте бір тылсым күш мені қабырғаға жапсырып қойғандай болды. Оның даусы қатты шықпаса да, ішіндегі зары мен мұңы анық сезіліп тұрды. Жоқ, әлі толық жиналған жоқ, деді ол жалынышты үнмен. Ақша жетпей жатыр, түсінесің бе? Дәрігерлер күтуге болмайды дейді. Аурухана, дәрігерлер. Осы сөздерді естігенде денем мұздап сала берді. Көз алдыма кеше ғана үстелімнің астынан тауып алған ескі, тозығы жеткен түйме келді. Дәл сол Гүлжамал тәтейдің үстіндегі жемпірдің түймесі. Сосын жоғалған ақша. Бәрі бас қатырғыштың бөлшектеріндей өз орнына келіп жатқандай. Миымдағы күдік енді жай ғана күдік емес, айдан анық шындыққа айналып бара жатты. Ол ақшаны өзі үшін емес, біреудің емі үшін алып жүрген болар. Тырысып жатырмын ғой жаным, Құдайдан тілеп. Әйелдің дауысы дірілдеп үзіліп кетті. Ар жағынан қысқа күрсініс естілді де, ол тұтқаны қойды. Бір сәт қабырғаға сүйеніп, басын төмен салып тұрып қалды. Оның сол сәттегі кейпі жанашырлықта еді. Бірақ менің ішімде аяушылық сезімнен гөрі, менікі дұрыс болып шықты деген бір мысқыл ой басын түсті. Демек, менің интуициям алдамаған. Ол ұры. Себебі болғанмен, бұл оның ісін ақтамайды. Менің миымда жылдам ойлар жүгіріп жатты. Онымен қалай сөйлесу керек? Қазір барып, әңгімеңізді естідім, ақшаны сіз алдыңыз ба деп сұрай алмаймын ғой. Бұл тым дөрекі, әрі дәлелім жоқ. Бірнеше үзік-үзік сөз бен бір түйме, бұл ештеңені білдірмейді. Бірақ менің ішкі сезімім шындықтың осы екенін айтып тұрды. Ол бәлкім қазірде менің тарпамды ақтарып, ақша іздеп жүрген болар деген жаман ой келді. Мүмкін оған тағы бір мүмкіндік беріп тікелей емес, астарлап сөйлесіп көру керек шығар. Иә, солай істеу керек. Оның бірдеңені жасырып жүргенін өз аузымен мойындатуым керек. Ертесіне түні бойы миымда айналшықтап шыққан сол ойдан арыла алмадым. Ақша, аурухана. Бұл сөздер құлағымнан кетпей, жұмысымды істеуге де мұрша бермеді. Осыншама байлықтың, молшылықтың ортасында жүрсе де, әр тиынға зар болып, амалсыз ұрлыққа барған адамның бейнесі көз алдынан кетер емес. Бір жағынан аяныш сезімі оянса, екінші жағынан ішімді ашу-ыза кернейді. Менің еңбегім, менің адал маңдай терім ғой бұл. Кешке қарай қызметкерлердің бәрі үйлеріне тарап, кеңсе-іші тынышталған кезде мен әдейі кабинетімде кідірдім. Бірдеңені күткендей есікке қарап қоямын.
Көп ұзамай, дәлізден тазалық арбасының сықырлаған дыбысы естілді. Міне сол, Гүлжамал апай. Мен терең тыныс алып орнынан тұрдым. Тіке сөйлесу керек, бәлкім мойындайтын шығар. Бәлкім шынымен жағдайы қиын болып, амалы таусылған шығар. Жоқ, мен оны полицияға бермеймін, тек шындықты білгім келеді. Осындай оймен өзімді өзім жұбатып, дәлізге шықтым. Ол менің кабинетімнің есігінің алдындағы қоқыс жәшігін босатып жатыр екен. Мені көріп, сәл иіліп амандасты. Сәлеметсіз бе балам? Сәлеметсіз бе тәте? Дедім. Мен мүмкіндігінше жұмсағыммен. Даусым өзім ойлағаннан да қатты шықты ма кім білсін. Ол сәл селгете қалды. Мен оған жақындай түстім. Жұмыстан шаршамадыңыз ба деп әңгімені алыстан бастадым. Жоға, үйреніп қалғанмын ғой, қарағым. Ол менің бетіме тік қарауға батпай көзін төмен салып тұрды. Мен ішімнен дұрыс, ұрының арты күйет деген осы деп түйіп қойдым. Тәте, сізден бірдеңе сұрайын деп едім, дедім мен турасына көшіп. Жағдайыңыз жақсы ма? Мүмкін бір көмек керек шығар. Ақшадан қысылып жүрген жоқсыз ба? Дәл осы сөздер аузынан шыққан сәтте, оның жүзі құп-қу болып кетті. Қолындағы қоқыс салынған пакеті дірілдеп, сылдыр ете қалды. Ол маған жаутаңдап үрпие қарады. Көздерінен қорқыныш пен үрейді анық көрдім. Міне, ұсталды деп ойладым ішімнен. Жоқ балам, не деп тұрсың? Деді ол күбірлеп, дауысы әрең шықты. Бәрі жақсы. Құдайға шүкір, ешқандай көмек керек емес. Ол асығыс үсігіс артына бұрылды да, тазалық арбасын алдына итеріп, тез-тез басып кете барды. Рахмет балам, саған рахмет, деген жалынышты дауысы дәліздің арғы басынан әлсіз естілді. Мен орнымда қатып қалыппын. Оның бұл қылығы, үрейге толы көздері, дірілдеген дауысы күдігімді одан сайын қоюлата түсті. Егер жазықсыз болса, неге сонша сасады? Неге тіке қарап, жоқ балам, қателестің деп айтпайды? Демек бір шикілік бар. Енді менің ойымда ешқандай аяушылық қалмады. Бұл енді жай ғана күдік емес, бұл енді намысқа тиетін іс болды. Ол мені ақмақ санап, көзімді бақырайтып қойып мені тонап жүр. Жоқ, бұлай жалғаса алмайды. Бұл істің ақ қарасын анықтамайынша, көңілім тыншымайтын болды. Жұмсақтықпен сөйлескенді түсінбеді. Енді амал жоқ. Басқаша әрекет етуге тура келеді. Гүлжамал апайдың жауабынан кейін менің ішіндегі дауыл одан сайын күшейе түсті. Бір жағынан оның қысылып, бетіме тік қарай алмағаны күдігімді қоздатса, екінші жағынан мүмкін шынымен де бәрі жақсы шығар. Мен босқа адамды кінәлап жүрген болармын деген ой да тыныштық бермеді. Осы аласапыран ойлармен кеңседе жұмысыма да дұрыс зейін қоя алмай отырғанымда, есік ақырын қағылып, ішке тағылымгеріміз Айдос кірді. Ол үнемі өзіне сенімді, сәл тәкаппарлау жүретін. Бірақ бүгін оның жүзінде бір қобалжу, жалтақтық бар сияқты көрінді. Арман Асқарұлы, кешіріңіз, 1 минут уақытыңызды алуға бола ма? Деді ол, дауысын барынша жұмсақ шығаруға тырысып. Кір Айдос, не шаруа? Дедім мен. Компьютерден көзінді алмай. Ол үстеліме жақындап келді де, бір сәт кідіріп қалды. Сосын батылын жинағандай болып, әңгімесін бастады. Мен бір жаңа стартап жоба бастасам деп едім, деді ол жанар жайнап. Өте перспективалы идея. Мобильді қосымша. Нарықта әлі мұндай жоқ. Бірнеше инвестормен сөйлесіп те қойдым. Бірақ жобаны бастап кету үшін азғантай бастапты капитал жетпей тұр. Мен оған енді ғана басынды көтеріп қарадым. Оның көзінде бір жалын бар. Бірақ сол жалынның астарында тағы бірдеңе жасырулы сияқты. Сонымен, маған қатысы қанша? Дедім мен сәл суығынмен. Көңіл күйім онсыз да жоқ еді. Сізден қарызға ақша сұрасам демедім, деді ол мүләйімсіп. Көп емес, бастапқы кезеңге ғана. 1-2 айда инвесторлармен келісімшартқа отырған соғақ еселеп қайтарамын. Сізді ұятқа қалдырмаймын, ант етемін. Мен үндемедім. Ойымда әлде Гүлжамал апай, жоғалған ақша, аурухана туралы үзік-үзік сөздер. Айдостың бұл өтініші мүлде орынсыз болып көрінді. Қанша сұрайтынын да білмедім. Қанша керек? 200 000 теңгедей болса жетіп қалар еді. Бұл сома мен үшін түкті емес, бірақ кез келген адамға бере салатын ақша да емес. Оның үстіне ішімдегі бір түйсік, бұл жерде бір шикілік бар деп тұрды. Мен ойланып көрейін Айдос. Қазір қолым бос емес, дедім де, қайтадан мониторға үмілдім. Ол біраз тұрып үнсіз шығып кетті. Араға 2-3 күн салып, мен бұл әңгімені ұмыта бастаған едім. Түскі үзіліс кезінде асханадан шығып келе жатып, Айдостың басқа қызметкерлерге бірдеңені мақтанышпен көрсетіп жатқанын көзім шалып қалды. Жақындап қарасам, қолында ең соңғы үлгідегі қымбат смартфон. Қорабы әлі жанында жатыр. Яғни жаңадан алынғаны көрініп тұр.
Жігіттер оның жаңа телефонын кезек-кезек ұстап көріп, тамсанып жатты. Менің ішімде бірдеңе су ете қалды. 2 күн бұрын стартапқа ақша жетпейді деп жылап жүрген жігіт, құны $500,000 асатын телефонды қайдан алды? Деген сұрақ миымды жеді. Сол күні кешке жұмыстан кейін Данияр екеуміз кофе ішуге отырдық. Мен әңгіме арасында Айдостың жаңа телефонын айтып қалдым. Данияр күліп жіберді. О, ол Айдос па? Ол жігіт жеңіл ақшаның соңында жүрген біреу ғой. Үнемі бір түсініксіз онлайн жобаларға ақша салып, инвестиция жасайым деп жүреді. Көбіне күйіп қалады, жолы болғыш емес. Данияр бұл сөзді жай ғана, еш астарсыз айтты. Бірақ оның сол сөздері менің басыма найзағайдай түсті. Инвестиция, күйіп қалу, жеңіл ақша. Барлық пазл бір-біріне сәйкес келе бастағандай болды. Мүмкін ұры Гүлжамал апай емес шығар. Мүмкін ұры осы өзін періштедей көрсетіп, стартап ойлап таптым деп менен ақша сұрап жүрген жас жігіт шығар. Ақшаны үстелден алып, сол сәтте бір сәтсіз инвестициясынан айырылған ақшасының орнын толтырған болар. Алмаған келіп ақша сұрағаны, өзінен күдікті сейілтудің амалы ғана ма? Осы ойлар басыма келгенде денем мұздап кетті. Менің іздеп жүрген түймем, үзік әңгімем, бәрі жалған із болуы мүмкін бе? Менің бар күдігім енді Айдосқа қарай ауды. Сол күннен бастап, менің ішімде бір тыңшы, бір тергеуші оянғандай болды. Бұл ақшаның жоғалғаны жаныма батқаннан емес, менің қамалындай болған кеңседе, менің көз алдымда, біреудің мені ақымақ қылып соққаны жаныма батты. Мен бәрін нүктесіне дейін есептеп, әр қадамын жетірет өлшеп басатын арман, осылай оңбай алдандым ба? Бұл ой маған тыныштық бермеді. Ұрлықтың соңына жетпейінше көңілім тыншымайтынын түсіндім. Бірінші кезекте мен қауіпсіздік камераларының жазбаларын тексеруге кірістім. Жұмыс күні аяқталған соң, түн ортасына дейін кеңседе қалып, күзет бөлмесіндегі мониторларға телміретін болдым. Сағаттап жалғасқан бос дәліздер, ешкім жоқ кабинеттер, тек Гүлжамал апайдың еден жуып, қоқыс жәшіктерін босатып жүрген бейнесі ғана көрінеді. Жазбаны 100 есе жылдамдықпен айналдырсам да, көзім талып, ешқандай күдікті нәрсе таппадым. Ол менің кабинетіме кіреді, шаң сүртеді, еденді жуады да шығып кетеді. Бәрі әдеттегідей, ешқандай артық қимыл жоқ. Бұл мені одан сайын тұйыққа тіреді. Мүмкін мен шынымен қателескен шығармын. Мүмкін Гүлжамал апайдың еш қатысы жоқ шығар. Осы ойлармен отырғанда есіме Айдос түсті. Иә, сол тағылымгер жігіт. Оның стартап жобам бар еді дегені есіме түсіп, ішімде бір күдік қайта бас көтерді. Дәлел іздеу үшін оның әлеуметтік желідегі парақшаларын ақтара бастадым. Бұл әрекетім өзіме ерсі көрінгенмен, басқа амалым қалмаған еді. Оның парақшасы жас жігітке тән өмір салтымен толтырылған. Достарымен қымбат мейрамханаларда отырған суреттер, үстіндегі бағасы аспандап тұрған киімдер, ал ең бастысы, қолында мен оған дейін байқамаған соңғы үлгідегі телефон. Осының бәрі тағылымгердің алатын тиын тебен айлығына сай келмейтіні анық еді. Осы сәттен бастап менің жасырын тергеуімнің бағыты толықтай Айдосқа ауды. Мен оның әрбір қимылын, әрбір сөзін аңдитын болдым. Кофе ішуге шықса артынан еремін, телефонмен сөйлессе, құлағымды тіріп не айтып жатқанын тыңдауға тырысам. Өзінің бұл қылығынан жеркенсем де, тоқтай алмадым. Бұл іс менің бар ойымды жаулап алды. Жұмысқа деген зауқым соқпай, маңызды жиналыстарда басқа жақты ойлап отыратын болдым. Миымда тек бір ғана сұрақ. Қалай дәлелдеймін? Күндер түндерге ласып, менің бұл жасырын тергеуімнің соңы көрінбей, өзімді өзім жеп бара жатқандай едім. Соңғы күндері кеңсе мен үшін жұмыс орны емес, тергеу алаңына айналып кеткендей болды. Жұмысым екінші орынға сырғып, бар ойым мені мазақ қылған орны табуға бағытталды. Түн ортасы ауса да, мен әлі кеңседе отырдым. Күзетшілерден рұқсат алып, бірнеше күннің камера жазбаларын қайта-қайта ақтарып шықтым. Еш нәрсе жоқ. Дәліздегі камерада Гүлжамал апайдың телефонмен сөйлескені, Айдостың бір-екі рет кіріп шыққаны болмаса, ешқандай күдікті әрекет байқалмайды. Мен Айдостың әлеуметтік желідегі парақшаларын аштым. Оның достарымен түскен суреттері, қыдырған жерлері, бәрі жай барағат көңілді өмір. Қымбат киім, жаңа телефон. Бұл сәйкестік пе? Әлде менің күдігімнің дәлелі ме? Ойым сансаққа жүгіріп басым қатып кетті. Кенет кабинет есігі ақырын ашылып, ішке Данияр кірді. Ол менің үстелімнің алдындағы орындыққа жайғасты да, шаршаған көзбен маған біраз қарап отырды. Түнгі қаланың жарығы оның жүзіне түсіп, әжіндерін айқындай түскендей. Сен әлі осындамысың, Арман? Сағат түнгі 2 болды ғой, деді ол сабырлы үнмен. Мен үндемедім. Ноутбуктың экранынан көз алмастан видеоны ары-бері айналдыра бердім. Ол менің не істеп отырғанымды бірден түсінді. Әлі сол іс пе? Деді ол ауыр күрсініп. Арман, тоқтат мұнымды. Сен параноик болып барасың.
Оның бұл сөзі жаныма батып кетті. Мен оған бұрылып ашулы көзбен қарадым. Параноик, Данияр, сен түсінбейсің. Менің кеңсеме біреу кіріп, ақшамды ұрлап жүр. Мен мұны жай қалдыра алмаймын. Ұрлап жүр ме? Әлде бір рет алынды ма? Ол әлі белгісіз. Ал сен болсаң, екі адамның соңына шамап түстім. Дәлелсіз біреуді, әсіресе қарты бар, жасы бар екі адамды қаралау үлкен күнә екенін білесің бе? Мен орнынан атып тұрдым. Кабинеттің ішінде ары-бері жүре бастадым. Дәлелсіз дейсің бе? Түйме ше? Телефонмен айтқан әңгімесі ше? Ал Айдостың кенеттен байып кеткені ше? Бұның бәрі жай сәйкестік пе сонда? Деп айқайлап жібергенімді өзінде байқамай қалдым. Данияр қозғалмастан отыра берді. Ол менің ашуымның тарқауын күтті. Түйме. Кез келген ескі киімнің түймесі болуы мүмкін. Телефон әңгімесі. Кімнің басында қиындық жоқ дейсің? Әркімнің өз проблемасы бар. Ал Айдос, ол жас бала. Мүмкін ата-анасы көмектескен шығар. Сенің қолыңда нақты, еш шүбәсіз бірде-бір дәлел жоқ, Арман. Тек болжамдар ғана. Ол сәл кідіріп маған тіке қарады. Оның көзқарасы өткір еді. Арман, сен мықты бизнесменсің. Халықаралық келісімдерді жүргізесің. Жүздеген адамды басқарып отырсың. Бірақ дәл қазір сенің ісің ақылға сыймайды. Мүмкін ақшаны өзің басқа жерге қойған шығарсың. Жұмыс көп, шаршайсың, ұмытып қалуың мүмкін ғой. Даниярдың соңғы сөзі маған мұздай су сепкендей әсер етті. Мен тоқтай қалдым, оның бетіне қарай алмадым. Терезеге барып, түнгі Алматыға көз салдым. Зәулім ғимараттардың жымыңдаған шамдары менің ішімдегі аласабыранды баса алмады. Даниярдың сөзінде жан бар еді. Мен шынымен де шектен шығып кеткен жоқпын ба? Жобалған ақша үшін екі адамның өмірін ойрандап, соңдарынан андуға көшкенімде. Өзім құрған империяның патшасы болып отырып, ұсақ түйекке бола осыншама төмендеп кеткенім бе? Сол сәтте мен өзімнен өзім жиіркеніп кеттім. Иығыма ауыр жүк түскендей болды. Данияр орнынан тұрып менің қасыма келді де иығымнан қақты. Демал дос, бәрін ұмытта, үйіңе қайтып ұйықта, ертең бәрі басқаша болады. Ол ештеңе деместен шығып кетті. Ал мен кеңседе жалғыз қалдым. Жүрегімді бір сәтке кінә мен ұят сезімі билеп алғандай болды. Мен шынымен де өз-өзімді алдап, бейкүнә жандарға күйе жағып жүрмін бе? Даниярдың сөзінен кейін бірнеше күн бойы өзімді басқаша ұстауға тырыстым. Бәлкім шынымен де мен тым асыра сілтеп жіберген шығармын. Бәлкім шын мәнінде параноикке айналып бара жатқан болармын, деп ойладым ішімнен. Күдік деген жаман нәрсе екен, адамның ішін құрт сияқты жейді. Ақшаның жоғалғанына емес, біреудің менің сенімімді аяққа таптап, жеке кеңістігіме басып кіргеніне жыным келді. Бірақ дәлел жоқ. Дәленсіз адамды қаралау үлкен күнә. Осы оймен жүріп, бірнеше күн бойы тартпамды ашпадым. Артық ауыз ештеңеге мән бермеуге тырысқан болдым. Жұмысқа сүңгідім, жаңа жобалармен айналыстым. Тіпті ескі досымның сөзінен кейін Айдос жайлы да ұмыта бастадым. Бір күні кешке қарай жұмыстан шаршап, үйге қайтуға жиналдым. Далада жаңбыр сіркіреп тұр екен. Таксиге қолма-қол төлейін деп, әдеттегідей үстелімнің тартпасын аштым. Сол сәтте денем мұздап сала берді. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Менің арнайы салып қойған бір бума ақшамның орны сипап алғандай тап-таза еді. Бұл жолы ұсақ түйек емес, бұл жолы кем дегенде 150 000 теңгеден астам ірі сома жоқ. Бар денеме ызамен ашудан діріл жүгірді. Тынысын тарылып, бетім ду ете қалды. Жоқ, мүмкін емес деп айқайлап жібере жаздадым. Даниярдың барлық ақыл кеңесі, өзімді сабырға шақыруым, бәрі бір сәтте ұшып кетті. Мені тағы да тонады. Менің көзімді бақырайтып қойып, менің кеңсеме кіріп, менің ақшамды ұрлады. Ашудан болығып тарпаны бар пәрменіммен жаба салдым. Сол кезде үстелдің астынан бірдеңе сырғып түсті. Еңкейіп қарасам, кішкентай ұқыпты бүктелген ақ қағаз жатыр. Әлгі түйме тауып алған жерімде. Қаным басыма теуіп, сол қағазды қолыма алдым. Алдымен жай қоқыс шығар деп ойлап, умаждап лақтырып жібермек болдым. Бірақ бірдеңе тоқтатты. Ол жай умаждалған қағаз емес, 4 бүктелген кішкентай парақ еді. Дірілдеген саусақтарыммен ақырын жазып аштым. Бұл балалар дәріханасынан алынған рецепт екен. Фирмалық бланк, дәрігердің мөрі, бәрі бар. Дәрінің аты күрделі. Мен естімеген бірдеңе, бірақ оның астындағы бағасы көзіме оттай басылды. Өте қымбат дәрі, одан да сорақысы. Қағаздың жоғарғы жағындағы анық жазылған науқастың аты жөні болды. Әлихан, 5 жаста. Сол сәтте бәрі өз орнына келгендей болды. Басындағы барлық пазлдың бөліктері бір суретке жиналды да қалды. Гүлжамал апайдың телефонмен жылап сөйлескені,
Аурухана, дәрігерлер деген сөздері, оның тозған жемпірінің түймесі, енді міне осы рецепт. Қолымдағы қағаз жай қағаз емес, бұл мойындау хат деді. Бұл соңғы дәлел. Менің барлық қыдығым расталды. Жүрек ауыратын немересіне дәрі алу үшін ұрлыққа барған. Көкірегімдегі ыза мен ашуға бір түрлі мысқыл араласты. Енді бәрі түсінікті. Енді күмәнданатын ештеңе қалмады. Мен қателескен жоқпын. Менің түйсігім мені алдамапты. Сол қағазда жұдырығымның ішінде мыжып тұрып, мен оны қолмен ұстау керектігін түсіндім. Енді жай күдікпен, жорамалмен шектелмеймін. Бұл істің нүктесін қоятын уақыт келді. Болды, жетер. Осымен нүкте қойылуы керек. Мен бұдан әрі күдік пен болжамның тұманында адасып жүре алмаймын. Қолымдағы балалар дәрісінің рецептісі жай ғана қағаз емес. Ол үкім, менің сеніміме, менің кең пейіліме жасалған қиянаттың дәлелі. Ішімде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Ашу емес, одан да жаман. Суық, мұздай бір өкпенің кесегі тамағыма келіп тығылды. Бұл сатқындықтың дәм екенін енді ұқтым. Сол сәтте-ақ миымда нақты, қатые жоспар құрылды. Енді жасырын тергеу, жанама дәлел іздеу деген бос әурешілікті доғырамын. Орны өз көзіммен көріп, қолмен ұстауым керек. Бетіне тіке қарап, неге деп сұрауым керек. Оның ұялғаннан қызарған жүзін, жалтақтаған көзін көргім келді. Иә, осыны қаладым. Ешқандай аяушылық сезімі қалмаған еді. Кешкісін, жұмыс уақыты аяқталуға жақын қалғанда, досын Данияр кабинетіме кірді. Не болды Арман? Өңің қашып кеткен ғой, тағы да сол ой ма? Мен үнсіз басымды изедім. Сосын орындығымнан тұрып, сейфке бардым да, ішінен қалың бір бума ақша алдым. Бірнеше 100 000 теңге бар еді. Оны былғары әмияныма салып, үстелдің үстіне әдейі ашық күйінде тастай салдым. Мынау не істегенім? Деді Данияр түсінбей. Мен ноутбегімді ашып, кішкентай камерасын әмиянға қарай дәлдеп қойдым да, тікелей трансляцияны іске қосатын бағдарламаны дайындадым. Бүгін бәріне нүкте қойылады, дедім салқын үнмен. Мен оны ұстаймын. Осы камера бәрін жазып алады. Үйден бақылап отырамын. Даниярдың бетінен от шықты. Ол маған жақындап келіп қолымнан ұстады. Арман, есіңді жи, бұл тым артық. Үлкен кісіні олай қорлауға бола ма? Бәлкім сен қателесіп жатқан шығарсың. Мүмкін бұл жай ғана түсініспеушілік шығар. Ашумен істелген іс ақылға сыймайды, достым. Түсініспеушілік пе? Дедім мен оның қолын сілкіп тастап. Үстелімнің жоғалған ақша, тозған жемпірдің түймесі, аурухана туралы әңгіме, енді мына рецепше. Бұның бәрі жай сәйкестік пе? Жоқ, Данияр, мен ақымақ емеспін. Ол менің аңғалдығымды пайдаланып жүр, ал мен бұған жол бермеймін. Онда полицияға хабарлас. Бірақ мұндай арзан спектакль қойма. Сен оның адами қасиетін таптап жатырсың. Даниярдың дауысы қатты шықты. Полиция не істейді? Дәлел жоқ деп істі жауып тастайды. Маған нақты дәлел керек. Қолмен ақшаны қалай алғанын өз көзіммен көргім келеді, дедім менде айғайлап. Арамызда ауыр үнсіздік орнады. Данияр маған ұзақ қарап тұрды. Оның көздерінен реніш пен үмітсіздікті көрдім. Ол мені танымай тұрғанда еді. Жарайды, өз еркің, деді ол. Ақыры шаршаған дауыспен. Бірақ есте сақта Арман, егер қателескен болсаң, бұл қателігім үшін өзімді ешқашан кешіре алмайтын боласың. Ол осыны айтты да бұрылып есікті тарс жауып шығып кетті. Кабинетте жалғыз қалдым. Бір сәт жүрегім сыздап қоя берді. Мүмкін Даниярдығы дұрыс шығар, бірақ жоқ. Менің ашуым мен намысым барлық күмәнді басып тастады. Мен шешімнен таймаймын. Ұры жазасын алуы тиіс. Заттарымды жинап сыртқа шықтым. Кеңсеше қаңырап бос қалған. Мен кабинетімнің есігін жауып, артыма соңғы рет көз тастадым. Қараңғы бөлменің ортасында, ноутбуктың әлсіз жарығы түсіп тұрған үстелде, құрбандығын күтіп аузы ашылған әмиян жатты. Мен үйге қалай жеткенімді білмеймін. Жол бойы ойым сан саққа жүгіріп, басында 1000 сан сұрақ айналсоқтап, рульге қалай ие болғанымды да есімде сақтап қала алмаппын. Кең, жарық пәтерінің іші суық әрі қаңырап бос тұрғандай сезілді. Ас үйге барып бір стақан су іштім де, бірден қонақ бөлмеге өтіп, диванның шетіне жайғастым. Алдыма ноутбугімді қойып, тікелей эфирге қосылдым. Міне менің кеңсем, дәл қазір онда ешкім жоқ. Үстелімнің үсті, қағаздарым, тіпті қаламсабым да орнында. Ал үстелдің дәл ортасында, ноутбуктың жанында, меніңнің болғары әмияным ашық шашық жатыр. Ішіндегі ірі купюралардың шеті әдейі қылтиып көрініп тұр. Мен мұны өз қолыммен істедім, ұрыға арналған қақпан. Ноутбуктың кішкентай камерасының жасыл шамы әлсіз жыпылықтап, бол жатқанның бәрін жазып жатты. Сағат түнгі 9, 10, 11. Гүлжамал тәте әдетте осы уақытта келетін.
Мен экраннан көз алмай телміріп отырмын. Жүрегім атқақтап, кеудемді жарып шығартай дүрсілдейді. Бір жағынан ашу буып, қазір көресің, ұсталасын деп іштей айбат шегіп қоямын. Екінші жағынан, Даниярдың сөздері құлағымда жаңғырып, бойымды түсініксіз бір мазасыздық билейді. Мүмкін расымен де қателескен шығармын дейді ішімдегі бір дыбыс. Бірақ жоқ. 2 рет қайталанған жоғалу, балалар дәрісінің рецепті. Бәрі сайып келгенде бір адамға нұсқап тұр емес пе? Күдік иманымды жеп бітірді. Уақыт өтпей қойғандай. Бөлмедегі қабырға сағатының тықылы да құлағыма кірмейді. Менің бүкіл әлемім қазір осы 13 дюймдік экранға сыйып кеткен. Кенет тырс еткен дыбыс естілді. Кеңсе есігінің құлпы ашылғандай болды. Мен демімді ішіме тартып, экранға үміле түстім. Есіктің саңылауынан жарық түсіп, сәлден соң есік ақырын ашылды. Ішке Гүлжамал тәте кірді. Үстінде сол баяғы тозығы жеткен көк жемпірі, басында ақ орамалы, қолында су құйылған шелегімен тазалауға арналған құрал жабдықтары бар. Ол ешкімге қарамастан үнсіз ғана өз жұмысына кірісті. Әдеттегідей, ең алдымен дәліздегі гүлдерге су құйып, сосын жалпы бөлмедегі қоқыс жәшіктерін босата бастады. Әрбір қимылы баяу, сабырлы. Мен оның әр адымын бағып отырдым. Ол менің кабинетіме жақындаған сайын, тамағыма бірдеңе кептеліп, тынысым тарыла бастады. Міне қазір басталады деп күбірледім, ерінімді жыбырлатып. Ол менің бөлмеме кірді. Алдымен терезе алдын сүртті. Сосын менің орындығымды реттеп қойды. Мен шыдай алмай барамын. Жүрегімнің соққаны құлағыма естіліп жатыр. Ақыры ол менің үстеліме жақындады. Оның көзі үстел үстінде шашылып жатқан ашық әмиянға түсті. Ол бір сәт қозғалмай қатып тұрып қалды. Үйде отырып, ноутбуктың экранына қадалып қалыппын. Кеңседегі тікелей эфир. Сағат түнгі 10. Қазір келу керек. Жүрегім кеудемді жарып шығардай, дүрс-дүрс соғып, тамағыма бірдеңе кептеліп қалғандай. Бір жағынан орнына қолмен ұстайтын ба деген бір мысқал жеңіс сезімі болса, екінші жағынан осының бәрі біткенде не болады деген белгісіздік мазамды алды. Маңдайынан шып-шып тер шығып, алақаным суланып кетті. Кенет есіктің сықыры естілді. Ішке Гүлжамал апай кірді. Әдеттегідей үнсіз, байсалды, өз ойымен өзі. Ол алдымен қоқыс жәшігін босатып, сосын еденді сүрте бастады. Әрбір қимылы баяу, салмақты. Ал мен болсам экранға жабысып, тезірек менің үстеліме келші деп ішімнен жалынып отырдым. Ол менің кабинетімнің есігін ашқанда жүрегім тоқтап қала жаздады. Міне сол сәт. Ол баяу басып менің үстеліме жақындады. Және үстінде ашық-шашық жатқан әмиянымды көрді. Бір сәт қозғалмай соған қарап тұрып қалды. Мен демімді ішіме тарттым. Міне, қазір алады деп күбірледім өз-өзіме. Осы сәтті қанша күттім, дәлелім міне. Ашу мен аяушылық араласқан бір түрлі сезім бойымды билеп бара жатты. Бірақ ол мүлдем күтпеген нәрсені істеді. Гүлжамал апай әмиянға қолын созды да, ішіндегі ақшаға тиіспестен, оны ақырын ғана қолын алды. Еппен жауып, менің ашық қалған үстел тарпанның ішіне салып қойды. Мен ештеңе түсінбей экранға тесіле қарап қалыппын. Бұл не қылғаны? Мүмкін біреу келіп қалар деп қорқытты ма деп ойладым. Бірақ артынша болған жайт менің барлық ойымды, барлық жоспарымды, бүкіл дүниетанымымды астан-кестен етті. Ол өзінің иығында ілулі тұрған ескі сөмкесін ашып, ішінен әбден тозған, бұлғарысы сөгіліп, шеті жыртыла бастаған кішкентай әмиянын шығарды. Ішін ашып, бірнеше мың теңгелік 2-3 қағаз ақшаны суырып алды. Содан соң менің тартпамды қайта ашып, сол тиын тебенін менің қымбат әмиянымның жанына басқа ақшалардың үстіне қойды. Менің басым қатып, не болып жатқанын түсіне алмадым. Ұры ешқашан ақша салмайды ғой. Сөйтсем, ол менің үстел үстінде шашып тастаған ақшамды директор қайырымдылыққа, садақа жинап жатыр екен, бір мұқтаж жанға көмектеспекші ғой деп ойлап, өзінің азғантай табысынан үлес қоспақ болған екен. Ақшаны салып болған соң, ол тартпаны жайлап жапты да, сол жерде тұрып алақанын жайды. Көзін жұмып, еріндері жыбырлай бастады. Оның ауру немересі үшін Құдайдан шипа тілеп, көзіне жас алып, дұға оқып тұрғанын көргенде, менің тілім байланып, отырған орнында қатып қалдым. Бүкіл денем мұздап, бойымды ұяттың ыстық жалыны шарпып өтті. Мен кімнен күдіктендім? Мен кімді ұры деп ойладым? Мен не істедім? Камерадағы қарапайым әйелдің жүрегінен шыққан дұғасы, сол бір сәтте менің бүкіл әлемімді тас-талқан етіп қиратты. Ноутбуктың экранындағы көріністен кейін денем мұздай боп қатып қалды. Құлағым шыңылдап, өз демімнің өзіме естілмей қалғанын сездім. Қалай отырсам, сол қалпында қозғалмай, экрандағы бейнеге телміріппін.
Гүлжамал апай кетіп қалған. Кеңседегі жарық сөнген. Тек менің кабинетіндегі үстел шамының әлсіз сәулесі ғана терезенің арғы жағындағы қараңғылықты тіліп тұр. Бірақ мен үшін уақыт сол сәтте тоқтап қалғандай еді. Мүмкін емес, дедім ішімнен сыбырлап. Қолым дірілдеп, тышқанды әзер басып, видеоны артқа айналдырдым. Міне, Гүлжамал апай кабинетке кіреді. Қоқыс шелегін босатады. Үстелдің шаңын сүртеді. Бәрі әдеттегідей. Сосын ол менің әмиянымды көреді. Тоқтайды. Мен де демімді ішіме тарттым. Бірақ ол ақшаны алмады. Жоқ, ол әмиянды ақырын қолына алып, ішіндегі ақшаларға көз жүгіртіп, оны жапты да, менің ашық қалған тартпама салып қойды. Мен есеңгіреп қалдым. Бұл не болғаны? Бірақ ең сорақысы әлі алда екен. Ол өзінің ескі, тозығы жеткен сөмкесін ашып, ішінен тағы бір кішкентай, әбден сүрілген әмиянды шығарды. Ішіндегі бар ақшасы сол мекен. Бірнеше мың теңгелік қағазды суырып алып, менің тартпадағы ақшаларының үстіне қосты. Садақаға жинап жатыр деп ойлағаны ғой. Менің арам ойымды, оны ұрдеп тапқан пасық ниетімді қайдан білсін. Ақшаны салған соң, екі алақанын жайып, көзін жұмып, бірдеңелерді күбірлеп дұға оқи бастады. Оның жүзінен қаншалықты мұң мен үміт араласқанын осы жерден мыңдаған шақырым қашықтықтан сезіп отырғандаймын. Ауру немересі үшін Құдайдан шипа тілеп тұрғанына еш күмәнім қалмады. Видеоны тағы да артқа айналдырдым. Тағы көрдім. 3-ші рет, 4-ші рет. Әр көрген сайын кеудемді өртегендей бір ыстық толқын өтіп жатты. Бұл ұят еді. Бетім дуылдап, оттай жанып барады. Өзімнің ақымақтығыма, менмендігіме, тас жүректігіме деген ашу мені буа бастады. Мен кіммін өзі? 1-2 тиын артық таптым деп, өзін әлемнің кіндігі санайтын бір пәсқұмар емеспін бе? Күні бойы сандар мен графиктерге үңіліп, адамгершіліктен жұрдай болғанымды шалай байқамағанмын. Кеңседегі үстелімнің астынан тауып алған ескі түйме есіме түсті. Сол сәтте жеңіс сезімім есіме түсіп, жиіркеніп кеттім. Оның телефонмен сөйлескенін тыңдап, дәріге ақша керек екен ғой, ұры екені рас болды деп, өз-өзімді сендірген сәттерім. Бәрі көз алдынан кино таспасындай өтіп жатты. Мен бір адамға дәлелсіз, тек өз болжамымен үкім шығарып, оны дарға асуға дайын тұрған қазға ұқсадым. Өзімнің қымбат бұлғары кресломда отырып, осы оқиғаның бәрін ойлап тапқаным үшін өзімді жек көріп кеттім. Менің байлығым, жетістігім, мына зәулім үйім, бәрі сол бір адал әйелдің тозған әмияннан шыққан бірнеше мың теңгенің жанында түкке тұрғысыз, құнсыз дүние болып көрінді. Оның сол ақшаны салу арқылы көрсеткен кеңпейілділігі менің барлық болмысымды, өмірлік ұстанымдарымды тас-талқан етті. Бұл түн мен үшін ең ұзақ түн болатын сияқты. Көзім ілінсе, сол дұға оқып тұрған бейне көз алдыма келетіндей. Енді не істеймін? Оның бетіне ертең қалай қараймын? Бұл сұрақтар менің миымды жегідей жеп, жаныма тыныштық бермеді. Мен жай ғана қателескен жоқпын. Мен адамдығымнан айырыла жаздадым. Сол түні көз ілмедім. Көз алдында ноутбуктың экраны емес, Гүлжамал тәтенің бейнесі тұрып алды. Оның ашық тұрған әмиянды ақырын жауып, тарттама салғаны. Сосын өзінің ескі, жыртығы жамау-жамау әмияннан бірнеше мың теңгені шығарып, менің ақшамның үстіне қосқаны. Ең сорақысы алақанын жайып, ауру немересі үшін Құдайдан шипа сұрап, үнсіз жылағаны. Осы көрініс миымда қайта-қайта айналған сайын, ішімді өртеп бара жатқан бірдеңе кеудемді қысып тұншықтырды. Бұл ұят еді, бұл өкініш еді, бұл өзімнің нада ақылсыздығыма деген ыза еді. Таң қалай атқанын да білмеймін. Қала әлі ұйқыда жатқанда кеңсеге жетіп келдім. Неге асыққанымды өзінде білмеймін. Мүмкін Гүлжамал тәтенің көзіне түсіп қалудан қорықтым бекен. Өз кеңсеме, өзім салдырған патшалығыма ұры сияқты жасырынып кірдім. Кеңсе іші тым-тырыс, тек сырттағы желдің гуілі естіледі. Кабинетіме кіріп, креслома отыра кеттім. Бәрі кешегідей. Бірақ мен басқа адаммын. Кешегі өзіне сенімді, бәрін білетін тәкаппар арман бүгін жоқ. Оның орнында өзінің пендешілігінен жерге кірердей болып отырған біреу отыр. Көзім үстелдің үстінде жатқан мыжылған қағазға түсті. Кешегі рецепт. Орнынан атып тұрып оны қолыма алдым. Қағазда абайлап жазып, ондағы жазыларға қайта үңілдім. Әлихан 5 жаста. Дәрінің атауы өте күрделі, шетелдік сөздер. Ноутбугымды ашып, суық саусақтарыммен сол дәрінің атын тердім. Менің кергеуім енді ғана басталғандай еді. Бірақ бұл жолы мен ұрыны емес, ақиқатты іздеп отыр едім. Интернеттен шыққан ақпараттарды оқыған сайын денем мұздап бара жатты. Медициналық сайттар, ауру балалардың ата-аналарының форумдары, жүрек ақаулары туралы мақалалар. Бұл дәрі жай ғана тұмауға қарсы емес екен. Бұл туабітті жүрек ақауының ең ауыр түріне шалдыққан балаларға арналған, өмірді уақытша ұстап тұратын дәрі болып шықты.
Форумдағы жазбаларды оқып отырып, Әлихан сияқты балалардың ауылдырызының жанайғайын көрдім. Олардың әрбір күні күрес, әрбір таңы үміт. Бір мақалада дәл осы диагнозға қатысты емдеу жолдары туралы жазылған екен. Жалғыз жол, шұғыл түрде жасалатын өте күрделі ота. Содан кейін отаның шамамен қанша тұратын туралы айтылған. Мен көрген саннан көзім қарауытып кетті. Ол ақшаға Алматының шетінен 2 бөлмелі пәтер алуға болатын еді. Ол Гүлжамал тәте сияқты қарапайым еден жуушының 10 жыл жинаса да қолы жетпейтін сома. Міне сонда ғана оның дәліздегі ақша жетпей жатыр, аурухана, дәрігерлер деген сөздерінің астарында қандай үлкен қайғы жатқанын түсіндім. Менің жоғалған азын-аулақ ақшам бұл соманың жанында түкке тұрғысыз екен. Кеудемді өкініш кернеп, көзіме ыстық жас үйірілді. Мен кімді ұры деп ойладым? Немересінің өмірі үшін жан таласып, тырбанып жүрген қарт әжені ме? Тіпті сол мұқтаждығына қарамастан, менің садағама өзінің соңғы тиынын қосқан абзал жанды ма? Өзімнің арсыздығымнан, адамды сырт келбетіне қарап бағалайтын соқырлығымнан жиіркеніп кеттім. Мен тек күдіктенген жоқпын, мен үкім шығардым, дәлелсіз, аяусыз. Енді осы күнәмді қалай жұмақпын? Менің байлығым, жетістігім, мұна зәулім кеңседегі патшалығым бәрі бір сәтте мағынасын жоғалтқандай болды. Нағыз байлық ақша емес, адамгершілік екенін тым кеш түсінген сияқтымын. Таң қалай атқанында байқамаппын. Түні бойы ұйқы көрмей, ноутбуктың экранына телмірумен болдым. Бір ғана видео, ұзақтығы небәрі 15 минуттық, сол бір видеоны қайта-қайта айналдырып көре бердім. Әр көрген сайын кеудемді бірдеңе қысып, тынысым тарыла түсті. Гүлжамал апайдың әмиянды ақырын жауып, тартпаға салғаны. Сосын өзінің ескі тозған әмияннан соңғы тиындарын шығарып, менің садақама қосып жатқаны. Соңында алақанын жайып, Алладан көрінбейтін маған беймәлім немересіне шипа тілегені. Осы көріністер көз алдында толассыз айналып тұрды. Ұят деген пәле желкеннен емес, жүрегімнен басады екен. Менің жүрегім мыжылып, жаншылып бара жатқандай еді. Өзімнің ақмақтығыма, пас жүрек күдікшіндігіме лағнет айттым. Адам туралы, оның киіміне, атқаратын жұмысына қарап осыншама жаңылуға бола ма? Болады екен. Кеңсеге барғым келмеді. Гүлжамал апайдың жүзіне қалай қараймын, не деймін? Бірақ Даниярға баруым керек еді. Осы жүкті жалғыз арқалай алмайтынымды түсіндім. Ол менің досым, серіктесім, ең бастысы, ақылына жүгінетін жалғыз жанашырым. Даниярдың кабинетіне кіргенімде, ол мені көріп, қолындағы қағаздарын тастай салды. Тірімнен ақ бір жамандық болған сезген болар. Арман, не болды саған? Түрің боп боз ғой. Түнде ұйықтамағансың ба? Мен үндей алмадым. Тамағыма бірдеңе кептіріп қалғандай. Орындыққа сылқ ете түстінде, басымды 2 қолыммен ұстап отыра кеттім. Мен сұмдық қателік жасадым, досым. Адам танымайтын ақымақ екенмін дедім сыбырлап. Данияр үндемеді, тек жаныма келіп иығымнан қақты. Сол сәтте менің ішімдегі бөгет бұзылып кеткендей болды. Кешегі жоспарымды, камераны қалай жасырым қосқанымды, күдігімді, сонан соң көргенімді, бәрін еш жасырмай айтып бердім. Әңгімемді аяқтай келе ноутбугымды ашып, сол бір видеоны оның алдына қойдым. Данияр экранға үнсіз қарап отырды. Видео аяқталғанда ол терең күрсінді. Мен саған айттым ғой деп ұрсатынын, көрдім бе енді деп кінәлайтынын күткен едім, бірақ ол олай етпеді. Мен ол кісінің адалдығына бір сәтке де күмәнданған емеспін деді ол, жайлап. Оның даусында кінәлау емес, қайта аяушылық сезімі бар еді. Қайта саған жаным ашып отыр, Арман. Бұл жүкті жалғыз арқалау оңай емес. Сен өзіңді жегідей жеп бітіресің ғой. Оның осы сөздері маған ауадай қажет еді. Мен оған ризашылықпен қарадым. Көзіме еріксіз жас үйірілді. Енді не істеймін, Данияр? Мен бұл ұяттан қалай арылам? Бәрін қалай түсуге болады? Данияр бір сәт ойланып қалды. Сосын маған нық қарап. Біріншіден, өзіңді сонша кінәлауды доғар. Қателестің, бірақ мойындап отырсың. Бұл ең бастысы. Екіншіден, енді ақылмен әрекет ету керек. Ол кісіге бар бәрін айтып беру ең оңай, бірақ ең дұрыс емес жол. Оның намысына тиіп, одан сайын жаралайсың. Біз басқаша әрекет етуіміз керек. Қателімді түзетуге көмектесуге мен дайынмын. Ең алдымен, сол немересі туралы. Ол дәрінің не үшін керектігін анықтап алайық. Содан кейін бір шешімге келеміз. Даниярмен сөйлескеннен кейін ішімдегі дауыл сәл де болса басылғандай болды. Бірақ толық тынышталмады. Мен өзімді ақылға салып бәрін ұмытуға тырысқан болып едім. Бірақ Гүлжамал апайдың дұға етіп тұрған бейнесі, тартпама салған бірнеше мың теңгесі көз алдынан кетер емес еді.
Оның бұл әрекеті менің күдігімді сейілткенімен, жүрегімде одан да үлкен сұрақ қалдырды. Ол кісіге соншама ақша не үшін керек? Немерсінің ауруы қаншалықты ауыр? Мен бұл сұрақтардың жауабын білмейінше, тыным таппайтынымды түсіндім. Бірақ Гүлжамал апайдың өзінен тікелей сұрауға бетім шыдамады. Оның жанарына қалай қараймын? Күні кеше ғана ұр деп ойлаған адамға енді келіп, жағдайыңызды сұрайын деп едім, дегенім екіжүзділік болар еді. Мен басқа жол іздеуім керек болды. Ақыры ойлана келе, кеңседегі шаруашылық бөлімінің бастығы Мәдина есімді әйелді шақыруды ұйғардым. Тазалықшылар соған қарайтын, мүмкін ол бірдеңе білетін шығар. Мәдина кабинетіме кіргенде, мен мүмкіндігінше сабырлы кейіп танытуға тастым. Оған шай ұсынып аздап әңгімеге тарттым. Мәдина, жұмыстар қалай? Проблемалар жоқ па? Деп бастадым сөзді. Жоқ Арман Қайратұлы, бәрі өз ретімен, ешқандай төтенше жағдай болған жоқ. Жақсы дедім, мен бір сәт кідіріп, мен сізден бірдеңе сұрайын деп едім. Біздің қызметкеріміз Гүлжамал апай туралы. Мәдина маған таңдана қарады. Компания директорының қатардағы бір тазалықшының жағдайын сұрағаны, оған оғаш көрінгені анық. Тыңдап тұрмын. Гүлжамал Ержан қызы өте жауапты қызметкер. Оған ешқандай шағымым жоқ. Жоқ, шағым емес, деп сөзім бөлдім. Жай, жеке басының жағдайы қандай екенін білгім келді. Мүмкін бір қиындығы бар шығар. Соңғы кездері қатты ойлы болып жүрген сияқты көрінеді. Осы сәтте Мәдинаның жүзі сәл өзгере қалды. Ол бірдеңені айтқысы келіп, бірақ айтуға қымсынып тұрғандай болды. Рас Арман Қайратұлы, деді ол ақырын дауыспен. Ол кісі соңғы 2 айда бірнеше рет айлығынан бұрын ақша сұрады. Немересі қатты ауырып жатыр екен. Аурухана, дәрі-дәрмек дегендей. Біз мүмкіндігімізше көмектесіп, жалақысын уақытынан бұрын беріп тұрдық. Ішім зыр ете қалды. Демек, менің естігенім рас болды. Сонда оған біреу кепіл болды ма? Деп сұрадым. Мен неге екені белгісіз. Мәдина сәл ойланып тұрды да, әрине деді. Ол кісіге кепіл болған біздің жаңа тағылымгер жігіт, Айдос. Айдос? Мен естігеніме сене алмай, орнында сілейіп қатып қалдым. Қандай Айдос? Соңғы модель телефон ұстап, стартапыма ақша керек деп жүрген Айдос па? Мүмкін емес. Менің ойымды оқығандай Мәдина сөзін жалғастырды. Сол бала өте жақсы жігіт болып шықты. Гүлжамал апайға қатты жанашы екен. Тіпті бір рет апай қарызын қайтара алмай қалғанда, Айдостың өзі қалтасынан төлеп жіберді. Апайдың жағдайы қиын ғой, кейін бірдеңе болар деп қояды. Өзі сол немереге көмек сұрап, түрлі қорларға хат жазып, интернетте ақша жинауға көмектесіп жүргенде естідім. Менің басыма біреу таспен ұрғандай болды. Дүние астан-кестен болды. Сонда қалай? Айдос құмар ойыншы емес. Даниярдың айтқаны жалған болып шықты ма? Жоқ, бәлкім Данияр да біреуден естіген өсекті айтқан шығар. Ал Айдостың менен сұраған ақшасы ше, жаңа телефон ше, бәрі Гүлжамал апай үшін болғаны ма? Стартап дегені, осы қайырымдылық шарасы болғаны ма? Ол маған келіп ашығым айтуға ұялған ба, әлде қорыққан ба? Мен Мәдинаға алысынды айтып, шығарып салдым да, кабинетінде жалғыз қалдым. Терезенің алдына барып, төмендегі қайнаған тіршілікке қарап тұрмын, бірақ ештеңе көрмеймін. Көз алдында 2 адамның бейнесі тұр. Бірі ешкімге білдірмей, соңғы тиынын садақаға салып, жаратқаннан медет сұраған Гүлжамал апай. Екіншісі, үлкенге құрмет көрсетіп, біреудің қайғысын өз қайғысындай көріп, жасырын түрде жақсылық жасап жүрген жас жігіт, Айдос. Ал менше? Мен осы 2 адам туралы не ойладым? Бірін ұры дедім, екіншісін жеңілтек, жауапсыз дедім. Өзімнің ақшама, билігіме мастанып, адамдарды сырт келбетіне қарап соттаппын. Ұяттан өртеніп бара жатқандаймын. Бұл енді жай ғана қателік емес еді. Бұл менің адамдығыма сын. Мен тек Гүлжамал апайға ғана емес, Айдосқа да қарыздар екенмін. Ақшамен өтелмейтін, кешіріммен жуылмайтын үлкен қарызға батыппын. Өздерге мен емес, бүкіл әлем өзгеріп кеткендей еді. Кеңсемнің терезесінен көрінетін зәулім ғимараттар, зулаған көліктер, бәрі бұрынғыдай, бірақ мен оларды басқа көзбен көріп тұрдым. Бұрын мен үшін бұл тек биіктік, жетістік, бәсекелестік символы болса, енді әр терезенің артында Гүлжамал апай сияқты, Айдос сияқты мұндаған тағдыр, мұндаған арман мен мұң жатқанын түсінгендей болдым. Бұрынғы арман, салқынғанды, әр тиынын санап, тек сандар мен графиктерге сенетін арман, өткен шақта қалып қойған бейтаныс адам секілді көрінді. Мен енді оны директор ретінде емес, жай ғана бір пенде ретінде күтіп алуды шештім. Лифттің алдында, көпшіліктің көзінен таса жерде тұрдым.
Жүрегім аттай тулап, алақаным терлеп кетті. Не айтамын, қалай бастаймын, ішімдегі ұят пен өкінішті қалай жасырамын? Міне ол да көрінді. Асықпай, өзінің ауыр ойларына батып келе жатыр. Мені көріп сәл абдырақ қалды. Әдеттегідей сәлемін беріп өтіп кетпек болды. Апай, 1 минутқа тоқтай тұруш, дедім жұмсағынмен. Ол тандана маған қарады. Балам, бірдеңе болды ма? Мен оның жанарынан қорқыныш пен үрейді емес, шаршауды ғана көрдім. Жоқ апа, жақсы жаңалық бар. Терең бір тыныс алып сөзімді бастадым. Біздің компанияның жанында қайырымдылық қор бар. Сіздің жағдайыңызды естідік. Немереңіздің отасына қажетті барлық шығынды қор өз мойнына алатын болды. Еш алаңдамаңыз, бәрі жақсы болады. Гүлжамал апайдың көздері шарасынан шығып кетердей үлкейіп кетті. Ол маған сенер-сенбесін білмей, бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын еріндері дірілдеп, көзіне мөлт-мөлт жас үйіріле бастады. Ол бірдеңе демек болып аузын ашты. Бірақ үні шықпады, тек басын шайқап, ағыл-тегіл жылап жіберді. Мен өмірімде мұндай шынайы, мұң мен қуаныш араласқан көз жасын көрмеген едім. Ол, балам-ау, Алла разы болсын дегеннен басқа сөз айта алмады. Сол сәтте менің кеудемді қысып тұрғақ ауыр тас сынып, мыңдаған бөлшекке бөлініп кеткендей болды. Мен оны ұрлы үстінен ұстамадым, керісінше, өзімнің адамдығымды таптым. Келесі кезек Айдостық еді. Оны кеңсеге шақырдым. Есіктен имене кіргенде жүзінде бәрі бітті деген үрей бар еді. Менің ақша сұрағанымды біліп қойды деп ойласа керек. Айдос, отыр дедім жылы шыраймен. Ол үстелдің шетіне әрең ілінді. Сен білесің бе, біздің компанияда жаңадан корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік бөлімі ашылғалы жатыр. Маған сол бөлімге сен сияқты жүрегінде оты бар, жанашыр, жауапкершілігі мықты адам керек. Құпия сақтай білетін, үлкен істің басын бастауға қорықпайтын жігіт. Тағылымдамаң аяқталды. Ертеңнен бастап толық штатқа жұмысқа қабылданасың. Айдостың жүзіндегі үрей біртіндеп таңданысқа, сосын сенімсіздікке, ең соңында шексіз қуанышқа ұласты. Ол орнынан атып тұрып, не айтарын білмей тұрып қалды. Мен оның иығынан қағып, жақсылығының жемісін көретін кез келді бауырым дедім. Бірнеше аптадан кейін мен Алматыдағы ең үздік ауруханалардың бірінің палатасында отырдым. Кереуетте періштедей кішкентай Алихан отадан кейін тыныш ұйықтап жатыр еді. 5 жастағы сәбидің кеудесіндегі кішкентай тыртық үлкен жеңістің белгісі. Жанымда Гүлжамал апай отыр. Оның жанары енді мұңға емес, тек қана ризашылыққа толы еді. Көзінен аққан әрбір тамшы жас енді қайғының емес, бақыттың көз жасы болатын. Ол менің қолымнан ұстап, ешқашан ұмытпаймын балам деді сыбырлап. Мен терезеге қарадым. Сол баяғы қала, сол баяғы зәулім ғимараттар. Бірақ мен үшін енді олардың мәні басқа. Табыс, мансап, ақша, бәрі уақытша нәрселер екен. Ал адамның өмірі, бір сәбидің күлкісі, бір ананың алғысы, одан да бағалы, одан да маңызды байлық екенін түсіндім. Менің өмірімнің жаңа парағы нақ осы сәтте ашылған болатын.